Құрметті менің тыңдармандарым, арнама қош келдіңіздер. Гүлдер сыры 62 бөлімі. Пелин Беракты, яғни Серхаттың Беракты қамап қойған жеріне адам жалдаған. Ол адамы полиция қызметкерлері кеткенін айтты. Сөйтті де Пелин Неджатқа хабарласып, пышақты полицияға тапсырайын ба деді. Ал Ревика болса қызы Эбруға хабарласты. Эбру қоңырауды ала сала, бала кімнен екенін білем деді. Мұстафа сенен сүйінші сұрады ма деді. Бала ағамнан ба деді. Иә, Мұстафадан екен деді. Ал оны естіген Эбру Алласына шүкірін айтып қуанып кетті. Ал Азра болса енді не істеймін деп жылаумен болып жатыр. Мұстафа, Азра ештеңе етпейді, бала менікі деп айтамыз. Егерде Жихан бала өзінен екен білсе, менен өлсе де ажырамайды деді. Жоқ, бала біздікі екенін айтамыз. Сөйтіп сен Жиханнан ажырасасын. Ажырасқан соң екеуміз үйленеміз деді. Осы кезде анасы шығып, сыртта неге отсыңдар? Жүкті екеніңді әкең білмесін деді. Ал Серхат болса, Беракты үйіне әкеліп жатып, Тибеттің бастығы кім деді. Неджат екенін айтты. Олар саған не үшін көмектесті деді. Сенің қонақ үйіңнен үлес алып Тибетке бермекші болғам. Екеуінің бір жоспары болған деді. Мені сенен қонақ үйден үлес алуға Тибет мәжбүрледі деді. Номерін бер деп номерін алды. Ал Зейнеп болса, бұлар не сөйлесіп жатыр екен деп сырттарынан бақылап тұрды. Сөйтті де Серхат Неджаттың номерін алып кетіп қалды. Ал Берак үйіне кіргенде үйінде біреу жүргенін көріп, яғни анасын көріп, қатты шошыды. Сен мұнда не істеп жүрсің деді. Қызым Берак деді. Мен сені бұл үйден қуып шыққан едім ғой. Кет деді. Қызым, мен сені іздедім ғой деді. Мен саған керекпін деп қайта келдім деді. Мен саған кішкентай кезімде мұқтаж едім. Мен қазір ересек адаммын деді. Ал Зейнеп Қайелдің бөлмеде жоқ екенін Серхатқа айтқанда, Серхат барлық бөлмені іздеп Кадердің бөлмесіне кіргенде, екеуі Кадер мен Қайелді көріп қатты қуанды. Екеуі қандай сүйкімді болып ұйықтап жатыр деп бір-біріне тамсанды. Енді балаларды жалғыз тастап кетіп қалма деді. Сен де мені артынан жүгіртіп қойма деді Зейнеп. Ал Азра болса баласына жүкті екеніне қуанып, баласына әңгіме айтып жатты. Ал таңертең барлығы таңғы ас ішіп жатқанда есіктің алдына бөтен көлік келді. Ал ол қыздар оны таңданғанда әкесі Илкимге тосын сый жасап жатырмын деді. Маған ба? Ол қандай тосын сый деді. Қызым, тосын сыйды айтам екен. Ол онда тосын сый болмайды ғой деді Серхат. Зейнеп әпке, сен не екен білесің бе деді. О не, мен ештеңе білмеймін деді. Зейнеп әпкең телефоннан сәл қойса сендерге көңіл бөлер еді деді. Бір маңызды нәрсе еді деді. Не ол деді Серхат. Достарымызбен жылда жиналатын едік. Қайда жиналатынымызды білмей жатырық деді. Қонақ үйге кел деді. Ал Ревиканың телефоннан хабарлама келгенде оны әріп әйеліне апарып берді. Қызыңнан хабарлама келіпті деді. Кім? Зейнептен бе деді. Жоқ, екінші қызың Эбрудан деді. Қызыңмен сөйлесіп жүрсің бе Ревика деді. Сөйлесіп жүрмін, бірақ салқын деді. Қайтем енді әріп, ол да менің перзентім ғой. Арам шөп сияқты жұлып тастай алмаймын ғой деді. Мен саған қызыңмен араласпа дедім бе? Араласа бер. Оның мекен жайы қайда? Оның мекен жайы маған беріп қойшы деді. Сен оған барасың ба деді. Жоқ, жай мекен жайын біліп жүрейін деді. Осы кезде Азра ауыр баклажканы көтергенде, Ревика ауыр зат көтерме. Азраның белі ауырып қалған деді Әріпке. Әріп өзі көтеріп жоғары қойып қойды. Ал Азраға сен ауыр нәрсе көтерме. Сен жүктісің, балаға абай бол деді. Ал Серхат қыздарын ертіп, оған жасаған тосын сыйын көрсетті. Ал Кадер де оларға тамсана қарады. Қыздарға суретке түсетін, арнайы отбасымен суретке түсетін қыздарына сый жасапты. Серхат барлығы да өте қуанышты, бақыт деді. Әке, сенде бірге түсейік деді. Ал
Зейнеп пен Серхат сөйлесіп жатса да фотоаппарат оны суретке түсіріп тұрды. Ал Зейнеп некенің шыны екенін айтып қалды. Ал Берак болса, таңертең мен аш қарынға кофе ішпеймін, менің жақындарым барлығы да біледі деді. Мейлі, енді мен де білемін, жай ғана өзім кофе ішейін дедім деді. Сен кеше қайда болдың деді. Серхат сені өлердей жек көруші еді ғой деді. Енді мені Серхат өлердей жек көрмейді, өте қатты жақсы көреді деді. Не себепті деді. Оны не қыласың деді. Осы кезде Түлайда Беракты көріп қатты қуанып, Берак ханым, сіз қайда болдыңыз деді. Демалысқа барып келдіңіз бе деді. Мен ешқайда кеткен жоқпын. Енді келесіде Түлай, мен саған есеп беретін болам. Жарай ма деді. Осы кезде Беракқа Пелен хабарласып, сен бізді сатып кеттің деді. Серхатқа не айттың деді. Мен Серхатқа ештеңе де айтқан жоқпын деді. Не айтушы едің деді. Өтірік айтпа, сенейін бе сенбейін бе деді. Сене бер, өйткені сен менің бар сырымды білесің. Мен сені сатпаймын деді. Мен сені сатпаймын деді. Ал Ревика болса, таң азанмен қызы Зейнепке хабарласты. Апа, қалайсың, бәрі жақсы ма деді. Қайдан жақсы болсын қызым. Азыра Мұстафадан ағаңнан жүкті болып қапты. Енді Азырадан құтыламыз ба дегенде, енді үйленетін шығар деді. Үйленет шығар дегенес үйленет деді. Эбруға обал болар ет деді. Апа, Эбру Жиханға тұрмысқа шықса, өте қатты өкінет деді. Жарайды деді. Ал осы кезде Жихан Зейнепті көріп қалып, сәлем Зейнеп, сен кеше апама Эбруға қарсы екеніңді айтыпсың деді. Иә, қарсымын деді. Апам, мен ол сөздердің барлығын Эбруға айтпай қояйын деді. Эбруға барлығында айта бер деді. Азыраға сәлем айт деді. Сәлем айтуын айтам. Біздің жақсы күндеріміз үшін деді. Қандай жақсы күндер? Азыраны қаншама жылаттың ғой деді. Ал Пелен болса, Серхат мырза әйелін өте қатты жақсы көреді екен деді Седефке. Жай көз бояушылық қой деді. Неге? Әйелін қатты жақсы көреді ғой деді. Мен семен өшек айтып тұратын уақытым жоқ. Шаруам шашеректен деп кетіп қалды. Ал Серхат болса, Жанды, яғни ағасын кабинетке шақырып алып, аға, Берактың басы бәлеге қалды деді. Не болып қалды? Не жағдай? Кеше Зейнепке айтпасыма болмады. Зейнеп қатты сені уайымдады деді. Не болды? Қайғыңды менімен бөліс, ешкімге айтпаймын деді. Берак Тибетті өлтіріп қойыпты. Және де оның Нежат деген Тибеттің бастығы жасыруға көмектескен деді. Ал Берак сыртта кезде анасы қасына келіп, қызым, кілем қайда деді. Сенің бір жасырғаның бар деді. Не болды, барлығын кілем деп деді. Қызым, мен үндемеймін-ау, ана ел барлығында білгісі келетін сияқты деді. Түлай ма? Ол Түлай ештеңе де білмейді деді. Айқайдам, қызым, сақ бол деді. Ал Серхат кабинетінде сөйлесіп жатқан кезде Жихан кіріп қалды. Аға, кел деді. Ал Жихан болса, өздерінің әңгімелерің болса, мен кете берейін деді. Нежат туралы, Тибеттің бастығы туралы білдім деді. Сен демек Тибетпен сөйлестің ғой деді. Жоқ, мен Тибетті тапқан жоқпын. Біреулер арқылы білдім деді. Нежаттан абай бол деді Серхатқа. Ал Эбру болса, көрерден бір зат алып жатқанда, әкесі оны сырттай бақылап тұрды. Ал Эбру әкесін байқап қалып, артынан әке деп, тоқташы деп жүгіргенде, әкесі алды артына қарамай қаша жөнелді. Қызым көргісі келмеді. Ал Пелен болса, Жиханға мына құжаттарға қол қой деді. Бұл не деді? Сен қол қоятын құжаттар саған дайындадым деді. Мен бұл құжатқа қол қоймаймын деді. Неге қоймайсың? Қоясың деді. Қоймаймын. Егер де мен қол қоймасам, сен видеоны Серхатқа көрсетесің бе? Онда мен сендердің кімдер екендеріңді барлығын Серхатқа жайып салам деді. Сол себепті Серхатқа ештеңе айтқан жоқпын деді. Бүгін түнде өкінетін боласың деп Пелен кетіп қалды. Ал Серхат әйелі Зейнептің курстастарымен танысты. Ал Зейнепке Эбру хабарласып, әпке, өтінем,
екеуміз жолығайықшы деді. Ағам туралы сөйлесуім керек деді. Білем, Эбру деді. Мен жақын жердем, қазір барам деді. Ал Берак болса Түлайға бір зат берді, яғни ақша берді. Бұл жалақың еді. Жалақы алуға бір апта уақыт бар ғой деді. Жоқ, сенің тым байқұс еңбек еткенің үшін жалақыңды көтердім деді де Берак үйге кіріп кетті. Түлай бірдеңеден күдіктенді. Осы кезде Эркан келіп, Түлай, кілтті берші, футбол басталатын болды деді. Осы Берак қана маған ауыз бастырық беріп жатыр. Ол бірдеңе білдірді деді. Фильмнің жалғасы бар. Арнама тіркел, лайк басамыз.